Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 75-ші сабақты өтеміз. 35-ші, 39-ші жаттығуларды орындайтын боламыз. 35-ші жаттығу: мәтінді тыңда. Өнерлі бала. Өсер анасына еріп, жақын ағайындарына қонаққа келді. Бұл үйде Бекжан деген бала мен оның қарындасы Гүлжан бар екен. 3 бала үлкендерге араласпай бөлек бөлмеде ойнады. Бекжан мен Гүлжан барлық ойыншықтарын жайып салды. Олардың ішінен Өсерге зымыран ойыншығы қатты ұнады. Әлден уақытта Өсерді анасы шақырды. Ол отырып шай ішіп бастағаны сол еді, баж етіп жылаған Гүлжанның даусы естілді. Іле-шала ол ботадай боздап жылап кірді. Қолына зымыран ойыншығын ұстап алыпты. «Не боп қалды? Бекжан мынаны сындырып тастады». «Гүлжан», деді осы кезде орнынан тұрған Өсер. «Жүр, өзіміз жөндеп көрейік». Әлден уақытта қонақ бөлмеге Гүлжан жүгіріп келді. «Әке, ана, міне жүреді», деді. Өсер жөндеді», деді енді ғана батылдана есік алдына келіп тұрған бүлдіргіш Бекжан. «Жарайсың, балақай, өнерлі екенсің», деп мақтай бастады бәрі. Өнерлі өрге жүзеді дейді халық. Мәтіннің авторы Ермек Өтетілеуұлынан. Мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықта. Өсер анасымен бірге қонаққа келді. Бекжан Гүлжандармен қосылып кітап оқыды. Бұл жерде Өсер анасымен бірге қонаққа келді деген жауабы дұрыс екен, балалар. Гүлжан даусын шығармай жылады. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Бұл жердегі зымыран ойыншығы Өсерге ұнады деген дұрыс. Ал Гүлжан даусын шығармай жылады деген қате. Өсер ойыншықты желім ермексаздың көмегімен жөндеді. Бұл да бізге белгісіз, немен жөндегені, сондықтан да бұл қате жауап болуы мүмкін. Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Әрине, сол жердегі үлкен кісілердің барлығы Өсерге осындай мақтау сөздерді айтты. Мәтін кейіпкерлерінің әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Бұл жердегі Гүлжан өте ерке қыз, Бекжан да ерке екен, ал Өсер болса ол өте ақылды, қарындасына қамқор жан ретінде біз көрдік, яғни қарындасының сындырып тастаған ойыншығын жөндеп беріп, оны жұбатты. Сөздерді оқы. Әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық? Неге? Бірінші қатарда Өсер, Гүлжан, Бекжан, зымыран, ана сөзі берілген. Бұл жердегі артық сөз ана. Себебі бұл жерде балалардың аты және де ойыншық айтылған, ана туралы айтылмаған. Ағайындар, үлкендер, қонақтар, нағашы. Ойыншықтар. Бұл жердегі артық сөз ойыншықтар. Ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай, халық. Бұл жердегі артық сөз халық екен. Себебі мәтінде халық деген сөз жоқ. 36-шы тапсырма: белгілі суретші Ағымсалы Дүзелхановтың аңшылық атты суретіне зер сал. Сурет несімен қызықтырды? Суретті көріп қандай сезімде болдың? Ойыңмен бөліс. Суретте қазақ халқының аңшылық өнері бейнеленген. Аңға жүйрік тұлпар, тазы ит және қыран бүркіт алып шыққан. Өте әсем бейне деп осыны айтуға болады. Сурет бойынша қысқа мәтін құрастыр, оны айтуға дайындал. Құрастырған мәтініңді жаз, жазғаныңды текстер. Баяғы заманда қазақ халқы аңшылықпен айналысқан. Жастайынан балаларын аң аулауға, садақ атуға, аттың құлағында ойнайтын шеберлікке үйреткен. Ол балалар мергендік өнерді, ептілікті игеріп, өте рухы мықты адамға айналуына септігін тигізеді. Аңға шығарда жүйрік атын, тазы, итін және қыран бүркітін алып шығатын болған. Сөйтіп, аулаған аңдарын үйлеріне алып келген. Аналары аң терісінен киім жасап, етінен тамақ дайындаған. Мінекей балалар, біз берілген тапсырма бойынша осындай мәтін құрастырып шықтық. 37-ші тапсырма: өтірік өлеңнің қатесін түзеп жаз.
Шалғы қайрап қаймақпен, шұбат іштім қайрақпен, шортан аулап шарбақпен, шөп қоршадым қармақпен. Өтірік өлеңнің авторы Есентай Ерботин. Шын жаңағы қатесін түзеп жазатын болсақ, балалар, шалғы қайрап қайрақпен, шұбат іштім қаймақпен, шортан аулап қармақпен, шөп қоршадым шарбақпен болады екен. 38-ші тапсырма сызбадағы сурет пен тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрап айт. Сызбадағы тірек сөздер өнерлі, билейді, ойы ояды, ән салады, үздік оқушы. Мәтін құрастыратын болсақ, Айжан үздік оқушы, ол өте өнерлі. Бос уақытында би билеп, ән салғанды ұнатады. Анасы Айжанға ойы оюды үйретті. Сондықтан оның жасаған оюлары ерекше әдемі болып шықты. Шығармашылық үзіліс 39-ші тапсырма. Пирамидадағы цифрларды нақыл сөз шығатындай ретпен орналастыр. Мінекей балалар, біз рет-ретімен орналастыратын болсақ, бұл жерде өнер, жігіт көркі деген сөз шығады екен. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар.